Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте әдемі, дәмді, бір жасағынан шығатын ракушка печеньеларын дайындайтын боламыз. Ең алдымен осы 3 жұмыртқамызды ағынан сарысын ажыратып аламыз. Сарысын бір ыдысқа, ағын бір ыдысқа саламыз. Міне ағынан сарысын да ажыратып алдық. Жұмыртқаның ағыны холодильникке салып қоятын боламыз. Енді қамырын дайындайтын боламыз. 500 грамм ұнға 1 чайна ложка разрыхитель салып араластырып аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сосын бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, онымен де жақсылап араластырып аламыз. Қолымызбен осылай ұн мен майды крошка жасайтын боламыз. Сары майымыз бен ұнымыз бірікті. Енді артынан 3 жұмыртқаның сарысын және қаймақты салып, қамырын жасайтын боламыз. Міне қамырымыз да дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, әдемі қамыр болып шықты. Енді осы қамырымызды салафанға салып, 30 минутқа, жарты сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Енді печеньенің ішіне салатын безені дайындайтын боламыз. Негізі миксердің көмегімен осылай араластырсаңыздар болады. Мен венчикпен істеп жатырмын. Осылай миксермен жақсылап немесе венчикпен араластырып, осындай әппақ болғанша араластырып, сосын шекерді аз-азын салып, осылай араластыратын боламыз. Беземіз де дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай әппақ қою болу керек безе. Енді холодильникте тұрған қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Осылай. Міне бөліп алдық. Енді жаңғақтан сәл үлкендеу етіп, осылай барлығын кесіп, дөңгелетіп шығатын боламыз. Міне барлығын осылай бөліп шықтық. Енді астына кішкене ұн сеуіп, жайып алатын боламыз. Ішіне жаңғақ қосамыз және жаңа дайындаған беземізді салатын боламыз. Міне осылай думалақ етіп жайып аламыз. Сосын 1 чайна ложка безе саламыз. Одан көп салудың керегі жоқ. Піскен кезде ағып кетуі мүмкін. Міне осылай кішкене жаңғақ салып, видеодағыдай етіп түйіп алатын боламыз барлығын. Міне осылай түйеміз. Осылай барлығына жайып, ішіне безесін салып, кішкене жаңғақ салып, видеодағыдай етіп түйіп алатын боламыз. Осы уақыт аралығында 180 градуста пешіміз қызып тұру керек. Оны 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Міне печеньеларымыз пісті. Осылай піскен кезде ыстық күйінде үстіне сахарный пудраларымызды сеуіп шығамыз. Сіздерге жасауға кеңес беремін, өте әдемі болып шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырыңыз.